Жуырда жаңа туындының түсірілімі басталады. Көркем фильмді Қазақстан мен Қытай кинематографтары бірлесіп дайындайтын болады. Кино қазақ композиторы Бақытжан Байғадамов пен Қытай классигі Си Цзиньхайдың достығына арналған. Туынды өмірлік оқиғаға негізделген. Екі ұлттың ұлы композиторларының арасындағы достық осы фильмде баяндалады. История рассказывает. Қытай халқы үшін Си Цзиньхайдың беймәлім өмірі осы кинода көрсетіледі. Көпшілігі композитор туралы көп біле бермейді. Ол өмірінің соңғы 3 жылын Алматы қаласында өткізді. Біздің композитор Бақытжан Байғадамов оған көмек қолын созды. Бірге өмір сүрді. Аталған фильм Қытай кинематографистермен бірге жүзеге асырылатын алғашқы жоба. Бұл бастама Қытай кино нарығына шығуға алғашқы қадам. Бірлескен жоба ұзақ уақыт бойы талқылаудан өткен. Түсірілімді бастауға шығармашылық топ дайын болғанымен қаржы мәселесі қолбайлау болыпты. Енді бастама қолдау тапты. Жауаптыларға жүктемелер бөлінді. Туынды Алматы маңында түсіріледі. Фильмге компьютерлік графика мен арнайы эффектілер қосу өңдеу ісін қытайлық мамандар қолға алды. Бірінші фильм ғой. Әлі ескі ана СНГ-де ешкім сондай соглашение жазылмаған. Біріншіден, екіншіден біз ойлаймыз, қалай біз прокат жасаймыз. Кино түсіруге онша қиын емес. Бірақ сосын прокат ақша табу қиын ғой. Сол келісім бойынша 50% қосып ақшаны фильмді түсіріп жатырмыз. Құдай қаласа, келесі жылда апрельде уже дайын болады. Прокатқа түседі. Бізге де Қытай жақтан. Жаз айында түсірілім басталады деп жоспарлануда. Драмаға толы туындыда тағдырлар тоғысы көрініс табады. Қазақ композиторы Бақытжан Байғадамовтың рөлін сомдау Берік Айшановқа бұйырыпты. Белгілі актер жауапкершілікті сезінеді, кейіпкердің образын ашуға дайын. Бақытжан Байғадамовтың образын сомдау, музыка жағынан жан-жақты көрсете білу, қазақтың жүрегінің кеңдігін Си Цзиньхайды өздері бір кішкентай аядай бөлмеде тұра отырып, 7 адам кіргізіп алған оған дейін. Сон 8-ші адам қып, тамақ жоқ болса, нан жоқ болса да әйтеуір тағы да кең пейілдігі, қазақтың бір сондай бір кең даласындай қонақ жайлығы сонтты көрсете білу керек енді. Мына жобаға, композитор жобасына Байғадамовтың рөлін ұсынғанда менде ондай бір ешқандай бір кер тартпа, бір қорқынышты болған жоқ. Керісінше Байғадамовтың суреттерін көріп, кішкене жазбаларын, музыкасын тыңдап, өте жақын адам, менің жан дүниеме өте жақын өнер адам екенін түсіндім. Қытай классигі Си Цзиньхайды Худжун сомдамақ. Актер бала кезінен музыканттың туындыларын естіп өсіпті. Сондықтан сазгердің рөлі қиындық тудырмайды дейді ол. Бұл киноға түсуді мақтаныш тұтамын. Себебі бұл жоба екі ел арасындағы ынтымақтастықтың нақты көрінісі болары сөзсіз. Негізінен Си Цзиньхай өмірлік серігінен айырылып, Қазақстанға қоныс аударады. Елін көп аңсайды. Дегенмен кейбір қиындықтар оның туған жеріне оралуына кедергі келтіреді. Бірақ шығармашылығы тоқтап қалған жоқ. Оның қазақ батырларына арналған туындылары да бар. Қытайлық композитор Си Цзиньхай 500-ге жуық лирикалық әндер мен танымал кинофильмдерге саундтрек жазған. Сазгердің туған еліне деген сарқылмас таза махаббаты оның туындыларынан аңғарылады. Екі тараптың түсірілім тобы бірлескен жобаны келер жылы көрермен назарына ұсынбақ. Айта кетейік, бұл Қытай кинематографтарымен жасалған алғашқы туынды болмақ. Камила Маулен, мәдениетке саяхат, Астана.